Экспо 2017. Болашаққа бірге барамыз. Ордабасы құс фабрикасының бір топ жұмысшысы экспоға қарай жол тартты. Әлем назарын тіккен айтулы шараны көзбен көріп, тамашалап қайтпақшы. Оларға арқа төсіндегі халықаралық көрмеге жолдаманы кәсіпорын басшысы Мұрат Тағаев тарту еткен. Ордабасы құс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үдемелі индустриалдық инновациялық даму бағдарламасы аясында кеңейтілген өндіріс кешені. Жылына 150 мың балапан өсіреді. Жобаның бас артықшылығы автоматтандырылған жүйе бойынша қалдықсыз өнім өндіреді. Маңдайалды компания жұмысшыларының жаңашылдыққа жаны құмар. Экспода көріп білгені мен ойға түйгенін тәжірибеде шындамақ ниетте. Күнде жаңалықтан көріп атырмыз экспоны. Енді біз сөредегі жаңалықтарды, жаңа шыққан технологияларды, шетелдің компаниялардың павильондарын бар көріп, сөредегі бәрі жаңалықты өзіміздің өндірістен арға жалғастырсақ деп отырмыз. Сапарларын Астананың туған күніне орай ұйымдастырған өндіріс өкілдерін бас директордың өзі сәттілік тілеп шығарып салды. Алдағы уақытта тағы 10 адамнан тұратын екінші топты арқа төсі Астанаға жіберуді көздеп отыр. Халықаралық шараны көріп тамашалау бақытына ие болғандардың басшылық құрамға айтар алғысы шексіз. Ордабасы құсының басшысы Мұрат Тағаев ағамызға рахметіміз айтайын деп отырмыз. Осыны басқарудың өзі оңай емес, осының бәрін басқарып тек қана біздің өз ақшам емес, осы компанияның ақшасына біз баратырмыз. Бұл екінің бірінің қолынан келе беретін нәрсе. Сондықтан осыны басқарып отқан тек қана Мұрат Құлмызары ағамызға емес, осымен бірге бізді осы немізді бағдарламаны басқарып отырған жоғарыдағы елбасымызға. Онан кейінгі осы жердегі біздің әкімшілікке рахметіміз айтып отырмыз. Қуаныштымыз. Естеріңізге сала кетсек, серіктестік экспо көрмесіне орай астаналықтарға 300 келі құс етін тарту еткен болатын. Осылайша әлем көз тіккен көрмеге өз үлестерін қосуға мүдделі. Шымкент қаласынан Айжамал Махашева, Перизат Беназарқызы, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.